Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біздер функция тақырыбын бастайтын боламыз. Функция сөзінің мағынасын түсіну үшін, оның не екенін білу үшін мен сендерге қарапайым мысал келтіріп кетейін. Мысалға, бізге дүкеннен қалам алу керек делік. Бізге оның бағасы керек, саны керек, қанша болатынымыз, және соған қарап біздер ақшасын төлейміз. Мысалы, бағасы 50 теңге болсын, саны мысалы 3 дана керек болса, онда біздер 150 теңге төлейді екенбіз. Яғни мынау бізде ақшасы мына саны мен бағасына байланысты болып тұр. Бағасы қаншақты қымбат болады? 3 дана қаламның бағасы ақшасы да соншалықты көп болады. Немесе қаншақты көп қалам сатып аламыз, соншалықты біздер көп ақша төлейміз. Мына ақшаны біздер Т деген әріппен белгілесек, мына санын Н деген әріппен белгілесек, себебі бізде санауға қажетті сандар натурал сандар деп аталады. Сол натурал деген сөздің бірінші әріпі Н болған соң, осы санды көбіне біздер N деп белгілейміз. N тал, N рет деген сияқты. N деп оқимыз, және бағасын X делге. Олай болса, Т-ны табу үшін біздер X пен N-ді көбейтеміз. Сонда бізде осындай теңдік шықты. Бұл теңдікті біздер функция деп атамыз. Функция деп бізде бірнеше екі немесе одан да көп айнымалының арасындағы тәуелділікті айтады. Функция деген сөзінің өзі тәуелділік деп қазақшаға аударсақ болады. Мынаның мынаған тәуелділігі. Мына екі өрнектің немесе үш өрнектің бірі-біріне тәуелділігі. Ал енді бізде ол жақта екі тал нәрсе болады. Біреуі тәуелді болады, мысалы, қалғаны тәуелсіз болады делге. Мына жерде ақша бізде мына саны мен бағасына тәуелді болып тұр. Қаншақты көп аласың, қаншақты қымбат деп сұрап тұр ғой. Сонда мына Т деген бізде тәуелді болып тұр. Мына X пен N-ге, ал теңдіктің мына жақ бөлігі бізде тәуелсіздер. Яғни сен өзің білесің, қанша болсаң да, қандай бағада алсаң да. Тәуелсіздер. Тәуелсіз айнымал. Сонда бізде функция деп бізде тәуелді мен тәуелсіз айнымалылардан тұратын теңдік. Енді бұл бізде өмірде, ал енді мен математикада айтайын. Математикада көбіне бізде тәуелді айнымалыны бізде Y деп айтамыз. Айнымал дегеннің өзі белгісіз деген сөз ғой. Әлі белгісіз, мысалы, ақшасы деген сияқты. Яғни Y бізде тәуелді айнымалы, ал Y-дің мына жағындағы өрнек бізде, мысалы, қазірше X деп қойын, бұл бізде тәуелсіз айнымалы. Бұл жерде, мысалы, X бізде жай ғана X болып тұр. Ол X-ке сан қосуға болады, немесе санға көбейтуге болады, бөлуге болады деген сияқты түрлі функциялар қарастырамыз әлі. Яғни бізде теңдіктің мына жақ бөлігі, оң жақ бөлігі. Бізде оң жақ бөлігінде қазір X қой. Яғни X бізде тәуелсіз болып тұр. Ал Y бізде тәуелді. Бізде енді мысалға барлық жерде ақша, қалам, баға деп айта бермейміз. Жай ғана функция арқылы береміз. Сол кезде функция дегеніміздің өзі, мысалға, қайтсе болады, X-тің, тәуелсіз айнымалының X-тің кез келген мәніне Y-тің бірақ мәні сәйкес келетін тәуелділік, немесе өрнек, немесе теңдік десек болады. Функция әрқашан тең болады. Яғни, X-тің кез келген мәніне Y-тің бірақ мәні сәйкес келеді. Мен мынандай бір функция жазым келіп тұр. Y тең 3X делге, X-ке кез келген мән бересің 5 делік, онда Y-іміз бізде 15. X-ке 3 берсек, Y-іміз 9. Яғни, X-тің кез келген мәніне Y-тің бірақ мәні сәйкес келу керек. Немесе біздер тәуелді деген сөздің өзін, тәуелді Y-тің өзін функция деп айтсақ болады. Яғни, мына жақ бөлігі бізде функция болады. Ал мынау X бізде сол функцияның аргументі десек болады. Түсінікті ғой. Яғни, тәуелділік деген сөзді түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді бізде функцияның екі түрі бар. Біреуі бізде өспелі функция, екіншісі кеммелі функция. Өспелі функция дегеніміз, мысалға біздер қаншалықты көп нәрсе сатып алатын болсақ, мысалы 6 десек, онда біздер соншалықты көп ақша төлейміз. Немесе қаншалықты қымбат нәрсе сатып алсақ,
100 теңгелік. Онда 100-ді жаңағы бізе үшеу керек қой. 300 теңге болады екен. Сол сияқты мынау x пен n бізе мынау көбейтіліп тұр ғой. Бұл бізе өспелі функция болып тұр. Яғни мына x пен n-ді өсірсек, мына t-мыз да өсіп жатыр деген сөз. Немесе мына жерде де x-ға қаншалықты үлкен мән бердік, соншалықты үлкен сан шықты. Кішкентай мән бердік, кішкентай сан шықты. Мынаған қарағанда, иә. Демек бұл бізе өспелі функция екен. Ал енді кеммелі функция қалай болады? Мысалға мен x деп жазайын, оны t бөлінген n деп жазсам. Бұл да бізе функция. X дегеніміз бағана бізе бағасы болатын. T деген бізе ақша болатын. N деген бізе саны, иә? Мысалға, X пен қазірше N-ді жаза тұрайында, менде 300 теңге ғана бар делік. Егерде мен N-нің орнына мысалға 3 дана, яғни 3 тал қалам сатып алатын болсам, онда маған 100 теңгелік қалам болды деген сөз ол. Қаламның бағасы 100 теңге болды деген сөз. Егерде маған 3 дана емес, маған 6 тал керек болса, демек 300-ді 6-ға бөлсем 50 ғой. Демек мен 50 теңгелік қалам сатып алуым керек. Егер мен мысалға 6 тал алатын болсам, онда 50 теңгелік алуым керек. Маған мысалы 10 тал керек болса, қалам, иә? Бірақ менде 300 теңге ғана бар. Онда мен жаңағы 30 теңгелік қалам сатып алуым керек. Сонда бізде қаншалықты қаламымыз көбейіп тұр, соншалықты біздер арзан, яғни арзан жаңа қалам сатып алуымыз керек. Яғни мынау көбейген кезде, n көбейген кезде, x-міз бізде керісінше азайып тұр. Яғни бұндай функцияны біздер кеммелі функция деп айтамыз. Енді математикадан тағы бір мысал келтірейін. Мысалға, y тең жаңағы 300 бөлінген x болсын, иә? Немесе 100 бөлінген x дей салайын. Бұл да бір бізе функция. Енді x-ің орнына мысалға 3-ті қоятын болсам, 3 қойылмайым ғой, 3-ке бөлінбейді ғой. 50-ді қойсам 2 шығады. 100-ді қойсам 1 шығады. 20-ны қойсам 5 шығады деген сияқты. Біреу көбейіп тұр, біреу азайып тұр. Сонда бізде кеммелі функция шығады екен. Енді мына кітаптағы мысалдарды қарастырайық. Мыналарды өшіре тұрайын мен. Шаршының периметр, шаршының ауданы. Бізде 8 тал берілген, иә? Мысалы, параллелепипедтің көлемі тәуелді айнымалы болса, онда тәуелсіз айнымалы таңдар. Яғни бізде шаршының периметрі тәуелді болып тұр. Бізде мына жақ бөлігі тәуелсіз болу керек. А мына жақ бөлігі тәуелді болу керек. Шаршының периметрі деп тұр. Яғни p-ны қоясың. Демек тәуелсізіміз не бізде? P-ны бізде шаршының периметрі бізде 4-а ғой. Яғни біздің тәуелсізіміз a болып тұр. A қаншалықты көбейсе, p-мыз да соншалықты көбейіп тұр. Тәуелді. Енді мынау шаршының ауданы тәуелді болсын дейді. Тәуелді аудан болсын дейді. Ондай болса бізде тәуелсізіміз a квадрат. Шаршының несі ауданы. Қозғалыс жылдамдығы дейді. Жылдамдық бізде тәуелді болу керек деп тұр. Яғни жылдамдығымыз бізде жол мен уақытқа тәуелді. Қаншалықты көп жол жүресің, қаншалықты ұзақ жүресің деген сияқты. Сол кезде бізде жылдамдық шығады екен. Былайша айтқанда формуланы таптап тұр ғой. Тік төрт бұрыштың периметрі тәуелді болып тұр. Периметр қайтадан тәуелді болып тұр, яғни ол бізде тік төрт бұрыштың периметрі мына екі қабырғасына байланысты. Қабырғалар қаншалықты үлкен болады, соншалықты тәуелді болып тұр біздің периметріміз. Осылай кете береді делік. Енді екіншісін 18-2-ні көрейікші. Сатып алынған тауардың мөлшері, қозғалыс уақыты, қозғалыс жылдамдығы, шаршының периметрі тәуелсіз айнымалы болса, яғни бағана p-мыз бізде шаршының периметрі тәуелді болды ғой. Оны тәуелді айнымалы болса деп тұр. Ал мына жерде керісінше тәуелсіз айнымалы болса, яғни p сонда бізде өзі екі нәрседен тұр ғой, қабырғасы, периметрдің өзі қабырғасынан. Яғни a-ны қалай табамыз? Яғни a бізде тәуелді болып тұрна p-ға. Бірақ a тең p деп жаза алмаймыз, p-ны біздер 4-ке бөлуіміз керек. Сонда ғана a-ны табамыз. Яғни периметріміз қаншалықты үлкен болады, соны 4-ке бөлгеннен кейін бізде қабырғамыз шығады. Яғни мына a бізде тәуелді болып тұр, мына p-ға. Осындай функция болады екен сонда бізде.
Ал енді мысалға, төртіншісін жазып жүрмін. Енді сатып алынған тауардың мөлшері. Мөлшері бізде саны n. Ол дегеніміз бізде ақшасын бөлеміз жаңағыдай тауардың бағасына. Қозғалыс уақыты, яғни t. T-ны табу үшін біздер жолды жылдамдыққа бөлуіміз керек. Күтіңдер, тәуелсіз болып тұр ғой мына жерде. Мен мұны қайттан жазып жіберейінші. Жазып атырып ұштас кеттім. Бізде мынау сатып алынған тауардың мөлшері, яғни n-іміз тәуелсіз болу керек те. Яғни біз бұның тәуелсізіміз n-нің орнына қанша қойсақ та біздер мысалға жақтан ақшаны таба аламыз, немесе бағасын таба аламыз. Ақшаны табатын болсақ, біздер яғни мына жаққа санына көбейтуіміз керек бағасын. Яғни мынаны біздер тәуелсіз қылып жібердік. Қозғалыс уақыты делік. Яғни t-мыз бізде мына жақта тұру керек. Мына жақта немесе s тұру мүмкін, немесе v тұру мүмкін. S табу үшін v-ға көбейтеміз, v-ны табу үшін s-ті бөлеміз t-ға. T-мыз бізде тәуелсіз айнымалылардың қатарында болу керек деген сөз ғой. Түсінікті ғой. Қозғалыс жылдамдығы деп тұр. Жылдамдығы. Тура осылай формуланың жан-жағына қоя беретін боламыз. Мен кәсінері 18-де 3-ті түсіндіргім деп тұр. Мына екі нәрсе функция бола ала ма деп тұр. Яғни екеуі бір-біріне тәуелді ма? Бізде функцияның өзі тәуелділік деген сөз ғой. Ал бірақ бізде кейбір екі нәрсе бар, бір-біріне тәуелсіз, немесе бір-біріне қатысы жоқ, былай айтқанда байланысы жоқ. Мысалға, еңбек өнімділігі мен белгілі бір уақытқа орындалған жұмыс. Еңбек өнімділігі, мысалы, біздің қаншалықты тез жұмыс істейтініміз, қаншалықты ақырын, қаншалықты тез жұмыс істейтініміз. Ал белгілі бір уақытта орындалған жұмыс. Мысалға, t белгілі бір уақыт деп тұр. Яғни t бізде тұрақты болып тұр. Сонда біздер t-мыз бізде 3 сағат деп өзімізге тұрақты қылып алайықшы, Біздер қаншалықты тез қимылдасақ, соншалықты жұмысымыз көп болады 3 сағатта. Қаншалықты біздің жаңағы жылдамдығымыз, өнімділігіміз аз болады, соншалықты біздің орындалған жұмысымыз да аз болады. Демек, бұл бізде функция бола алады. Яғни біз екеуін байланыстыра аламыз. Екіншісінде белгілі бір уақытта орындалған жұмыс пен еңбек өнімділігі. Бұл жерде жаңағы жұмыс, уақыт, өнімділік негізі бір-біріне тәуелді функциялар ғой. Бір-бірінен жаңа құралған, бір-біріне байланысты функциялар. Бұны да осылай қарастырсақ болады, яғни жұмыс пен өнімділік. Яғни олар функция бола алады. Енді үшіншісінде x айнымалысы мен оның модулі дейді. Яғни x және оның модулі. Яғни x бізде мына модуль x-не байланысты емес. Мына x-міз, мысалы 3 болса, бұл модуль, мысалы модуль x-міз қайтсы болады. X айнымалысы мен оның модуль бір-біріне байланысты емес. Бірақ бізде модуль x байланысты x-қа. Бізде жаңағы 3 пен 4-дің айырмашылығы осындай тұр. Біреу x мынаған қатысты ма? Мына модуль x мынаған қатысты ма деген нәрсе сияқты ғой. Бізде x-тің жаңағы мәні, модуль x-тің мәні мына x-ке қатысы болып тұр, Яғни модуль x қанша болса, модуль x-міз сонша деп. Ал мына жерде x-тің мәні мынаған қатысы жоқ. Бізде наоборот болып тұр. Демек, мынау бізде бола алады, ал мынау бола алмайды. Яғни бізде мына жаққа модуль x-тің ішіне қанша қойсақ та, бізде x-міз ол түк өзгермейді. Бізде керісінше мына модуль қатысты болып тұр ғой, мына x-қа. Байланысы, яғни мына жерде болып тұр, мына жерде болмай тұр. Келесі бізде осындай оқшар саны тәуелді функция бола ала ма дейді. Мысалы, барлық қабырғалар тең бесбұрыш периметрдің қабырғасының ұзындығына. Яғни барлық қабырғалар тең бесбұрыш периметрінің қабырғаның ұзындығына. Яғни периметр ұзындығына, қабырғасының ұзындығына тәуелділік қой. Функция бола ма? Болады. Себебі бізде периметр дегеннің өзі жаңағы қабырғаның 5 бұрыш болса, қабырғасының 5-ке көбейтіндісіне тең. Бұл жақтан біздер функция жасай аламыз.
қабырғасын үлкейте аламыз, кішірейте аламыз, соған байланысты периметр үлкейеді, кішірейеді. Жемісі бар 1/5 жәшік массасының бір жәшікке салынған жемістің массасына. Яғни, жемісі бар 1/5 жәшік массасының, жемісі бар 1/5 жәшік массасының бір жәшікке салынған жемістің массасына. Мен бұл жерде мысалға бола алмайды деп ойлаймын. Себебі бізде оны жемісімізді мысалы 5 жәшікке салсаң да, 1 жәшікке салсаң да, ол бізде жемістің массасы өзгермейді ғой. Яғни жемістің массасы жәшіктің санына байланысты болып тұрған жоқ. Яғни бұл бізде тәуелділік емес, яғни функция емес. 11 карандаш құнының 1 карандаш құнына. Яғни бізде карандаштың құны бізде жаңағы оның санына байланысты, яғни функция жасай аламыз. Оқулық санының оқушылар санына тәуелділігі. Яғни біздерде мектепте негізінен кітапты оқушы санына байланысты береді. Сондықтан байланысты болғандықтан бұны функция деп айта аламыз. 18/5-те қабырғалары тең көп бұрыш периметрінің оның ұзындығына тәуелділік функциясының су күйінің температураға тәуелділік функциясының анықталу аймағын табыңдар. Анықталу аймағы деген нәрсе x қандай сан бола алатыны, тәуелсіз функция, мысалға тәуелсіз бөлігі қандай сандар бола алады. Қабырғалары тең көп бұрыш периметрінің оның ұзындығына тәуелділік функциясының анықталу аймағы. Яғни бізде тең қабырғалы көп бұрыш периметр P тең, мысалы n тал қабырғалы болсын, және оның қабырғасын сол n тал қабырғасына көбейтеміз. Анықталу аймағы, яғни мынау амыз бізде қабырғамызда мысалы кез келген санды қоя аламыз. Кез келген қабырғалы көп бұрыш болуы мүмкін, және оның периметрде кез келген болуы мүмкін. Яғни оның анықталу аймағы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деген сөз. Яғни кез келген, бірақ бірден ұмытып кетіп, мына жерде қателесіп кетіппін. Минус шексіздік емес, 0-ден. Яғни периметр бізде әрқашан оң сан болады, теріс сан периметр болмайды. Енді 0 деп жазып тұрмын, бірақ 0-ды алмаймыз, сендер білесіңдер. 0-ды алмаймыз, себебі бұл бізде дөңгелек жақша. Демек біздер кез келген 0-ден бастап плюс шексіздікке дейін кез келген сан, мысалы қабырғасы болуы мүмкін, бізде кез келген сан периметр болуы мүмкін. Бағанан минус шексіздіктер жүріппін, бірақ бізде теріс сан, қабырғасының ұзындығы немесе периметр теріс алмайды ғой. Сол кезде мен шатасып кетіппін, енді бірақ 0-ден жауабы бізде 0-ден плюс шексіздікке дейін. Су күйінің температураға тәуелділік функциясы. Ал енді су күйі деп тұр бізде, яғни минус 100-ден плюс 100-ге дейін. Минус 100 емес, 0-ден, қайттан 0-ден плюс 100-ге дейін. Плюс 100 болады, және 0 бола алады. Яғни біздің суымыз бізде 0 градуста қатады болды, және 100 градусқа дейін қайнатқан кезде ол 100 градусқа дейін барады. Ары қарай ол су ешқашан 100 градус болмайды. Сонда анықталу аймағы осы 0 мен 100 градус арасында ғана болады. Енді С деңгейінің есебін қарастырайық. Шаршының қабырғасы ұзындығының оның ауданына тәуелділігін дейді. Сонда, осында екіншісін оқиықшы, жұмысқа жіберілген уақыттың еңбек өнімділігіне тәуелділігін беретін функция өспелі бол. Бұл жерден сұрап тұрсында, өспелі бола ма, әлде кеммелі бола ма деп сұрап тұрған екен. Яғни шаршының қабырғасының ұзындығының оның ауданына тәуелділігі. Яғни бізде ауданымыз қаншалықты көп болады, демек соншалықты біздің қабырғамызда ұзын деген сөз. Ал мысалы қабырғамыз қаншалықты кіші болады, соншалықты ауданымыз да бізде кіші болады. Яғни біріншісі бізде өспелі болады екен. Ал екіншісі жұмысқа жіберілген уақыт еңбек өнімділігіне тәуелділігін. Яғни біздің жылдамдығымыз, еңбек өнімділігі дегеніміз сол еңбекті, жұмысты істейтін жылдамдығымыз. Яғни еңбек өнімділігіміз қаншалықты тез, мысалы көп болады, соншалықты біздер аз уақытта бітіреміз.
немесе еңбек өнімділігіміз қаншалықты аз болады, соншалықты көп уақытта бітіреміз. Демек, бұл бізде екіншісі кеммелі болады екен. Екіншісіне кеммелі деген беліп қояйын. Түсініп ме? Енді шаршы қабырғасының ұзындығы 2 см мен 5 см мәндерін қабылдайды. Шаршының периметр мен ауданы қандай мәндерді қабылдайды? Яғни біздің мынау менде М деп беріліп тұр, бірақ кітапта былай тұрған болу керек, 5, қателеспесем, қазір қара ақпен жазайын. 2 мен 5-тің аралығында. Яғни біздің P-мыз және S-міз. P-мыз бізде 4 айы, шаршының периметрі. Яғни 2 4-ім. Яғни біздің периметріміз 8 бенен, егер периметр бізде қабырғасы 5 болса, 5 4-ін 20 болады. Бізде периметріміз 20 мен 8-дің арасында болуы мүмкін, егер қабырғамыз 2 мен 5-дің арасында болса. Ал ауданымыз бізде квадраты ғой, 2-ның квадраты 4, 5-дің квадраты 25. Яғни бізде сол шаршымыздың ауданы 4 пен 25 аралығында болады екен. 18 де 8 осындай берілген болса, онда қабырғасы А см шаршының периметрі туралы не айтуға болады? Егер де мысалға, мынау енді А былай деп тұрсын, 4 болса, периметрі туралы не айтуға болады? Яғни бұның периметрі 16-тан кіші деген сөз. Себебі оның қабырғасы 4-тен кіші деген сөз ғой. Соны сұрап тұр. Енді бұл жақта менде нақты болмай тұр. Ол былай болуы да мүмкін, немесе былай болуы да мүмкін, Сол үшін мен былай сақтаса кете салайын. Мағынасы осы, егер де мысалы мынандай болса 4-тен кіші деген сөз. Яғни ауданы периметрі де мысалы 4 4 16 ғой, 16-тан кіші деген сөз. Келесі автомобиль, мотоцикл, пойыз және моторлы қайық жолда 2 сағат болды. Егер олардың жылдамдықтары сәйкесінше 80, 30, 65, 12 см болса, онда әрқайсының жүрген жолын табыңдар. Жүрілген жол ұзындығының қозғалыс жылдамдыққа тәуелділік беретін формуланы жазыңдар. Яғни жолдың формуласы, яғни бізде Т менен В-ның көбейтіндісіне. Яғни сен жылдамдығыңды уақытқа көбейтсең, сол жылдамдықпен қанша сағат жүргенді көбейтсең, сенің жолың шығады. Және формула бізде демек осы екен. Бұл да бізде функция деп қарастырсақ болады. Ал енді функцияның не екені түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетейік. Егер де түсінбеген жерлерің болса, комментарийден сұрап кетсеңдер болады.